Сәлеметсіздер ме, құрметті студенттер? Физика химиялық талдау жүргізу модулі бойынша аналитика химиядан жаңа тақырыбымызды бастаймыз. Сабақтың тақырыбы концентрацияны сипаттау әдістері. Сабақтың мақсаты ерітінділер туралы түсінікті толықтыру, ерітіндінің концентрациясы, оны сипаттаудың әдістері туралы білім қалыптастыру. Күтілетін нәтиже әртүрлі концентрациялы ерітінді дайындау, есептеулер жүргізу. Балалар, біз өткен сабақта сіздермен ерітінді деген терминмен танысқанбыз. Яғни еске түсіретін болса, ерітінді екі не одан да көп компоненттерден тұратын гомогенді жүйе. Адам, жануар, өсімдіктер ерітіндісіз өмір сүре алмайды. Мысал ретінде айтатын болсақ, яғни тірі организмде қан, лимфа, оның бәрі балалар ерітінді. Ас қорыту, қоректік заттар ерітіндіге айналады. Химиялық процестермен байланысты өндіріс салаларының барлығы ерітіндіні пайдаланады. Ерітінді екі негізгі құрамдас бөліктен тұрады: еріген зат және еріткіш. Еріткіш ретінде көбінесе су пайдаланылады, немесе қолданылады. Енді ерітінділердегі бөлшектердің мөлшеріне қарай, ерітінділер коллоидты ерітінділер, жүзгін, яғни суспензия, эмульсия ерітінділер және молекулалық ерітінділер болып бөлінеді. Ерітінділердің еріген заттың мөлшері бойынша қаныққан ерітінді, яғни еритін зат тұнбасымен динамикалық тепе-теңдік күйде болатын, заттың еру жылдамдығы мен кристалдану жылдамдығы тең болатын ерітінді. Жалпы тілмен айтатын болсақ, балалар, бір стакан суға, мысалы 5 қасық қант салып араластыратын болсақ, бұл бізде қаныққан ерітінді болып табылады. Қанықпаған ерітінді концентрациясы қаныққан ерітіндінің концентрациясынан төмен болатын, берілген жағдайлар өзгеріссіз болғанда еріген заттың қосымша мөлшерін еріте алатын ерітіндіні айтамыз. Яғни жаңағы өмірмен байланыстыратын болсақ, бір стакан суға бір қасық қант салып араластыратын болсақ, бұл бізде қанықпаған ерітінді. Ал аса қаныққан ерітінді деп концентрациясы қаныққан ерітіндінің концентрациясынан жоғары болатын термодинамикалық тұрақсыз ерітінділерді айтамыз. Яғни бір стакан суға 150 грамм қант салып араластыратын ерітіндіні аса қаныққан ерітінді деп атаймыз. Енді балалар, концентрация терминіне тоқталатын болсақ, концентрация қоспаның сандық құрамын және ерітінді мен еріген затты анықтайтын физикалық көлемді айтамыз. Концентрация массалық үлес концентрациясы, молярлық концентрация, нормальдық, яғни эквиваленттік, моляльдық концентрация және мольдік үлес концентрацияларымен сипатталынады. Енді балалар, осы әр концентрация бөлек-бөлек тоқталайық. Яғни молярлық концентрация. Молярлық концентрация өлшем бірлігі моль метр куб немесе моль литр болып табылады. Формуласына келетін болсақ, яғни еріген зат мөлшерінің ерітінді көлеміне қатынасын айтамыз. Келесі концентрациямыз эквивалентті концентрация. Эквиваленттік немесе молярлық концентрация, немесе нормальдық концентрация деп атайды. Өлшем бірлігі моль метр куб немесе моль литр. Формуласына келетін болсақ, зат эквивалентті немесе ерітінді эквивалентінің мөлшерінің ерітінді көлеміне қатынасын айтамыз. Келесі концентрация массалық үлес концентрациясы. Яғни бұл жерде өлшем бірлігі моль, өлшем бірлігі жоқ, шама жоқ. Формуласы W мен белгіленеді, яғни еріген зат массасын ерітінді массасына қатынасы болып табылады. Келесі концентрациямыз моляльдық немесе мольдік концентрация деп атайды. Өлшем бірлігі моль килограмм, яғни зат ерітіндісінің санын ерітінді массасына бөлу болып табылады. Енді балалар, осы стандартты ерітінділер дайындау
видеосына назар аударыңыздар. Бұл видеода яғни натрий карбонатының стандартты ерітіндісін дайындау көрсетіліп отыр. Натрий карбонаты әдетте қышқылдардың стандартты ерітінділерін дайындау барысында стандартты ерітінді ретінде қолданылады. Натрий карбонаты өте таза күйінде алынатын ақ түсті кристалды қатты зат. Тазалықтың жоғары дәрежесі өте маңызды. Себебі мұндай жағдайда қосылыстың массасы мен молярлық массасы белгілі болғанда зат мөлшерін өте дәл анықтауға болады. Натрий карбонаты сулы ерітіндіде негіз ретінде әрекет етеді және тұз қышқылымен келесі теңдеу бойынша әрекеттеседі. Тұздың 1 молі тұз қышқылының 2 молімен әрекеттеседі. Яғни видеода балалар көріп отырмыз, натрий карбонатының стандартты ерітіндісін әзірлеу болып отыр. Енді осы тақырып бойынша балалар сіздерге тапсырмалар беріліп отыр. Яғни сұрақтарға жауап бересіздер. Екінші тапсырма осы ерітіндінің концентрациясы тақырыбы бойынша есептер беріліп отыр. Сол есептерді шығарасыздар. Осы тапсырма бойынша сіздерге бағалау критерийлары беріліп отыр. Олармен де танысасыздар. Сонымен қатар пайдаланылған әдебиеттер тізімі және интернеттегі мәліметтерге сілтемелер көрсетіліп отыр. Барлық орындаған жұмыстарыңызды балалар Платонус платформасына жібересіздер. Назарларыңызға рахмет. Сау болыңыздар.